сәлем қыздар, өте пайдалы әрі нағыз табиғи коллаген холодец жасаймыз. менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен сирақтарымызды жақсылап 2-3 қайтара жуып тазалап, салқын суға осылай құйып, үлкен бір ет қосамыз да жақсылап қайнатамыз. Бірінші суын төгіп тастаймыз, өйткені майы өте көп болады. Екінші таза су құйып, тағы да қайнатамыз. Үстіне пияз, сәбіз, қара бұрыш, дәміне қарай тұз, лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Енді 4-5 сағат әбден жақсылап қайнататын боламыз. Барлығын сүзіп алып тастаймыз да сорпаны міндетті түрде тап-таза қылып сүзіп аламыз. Үстіне осылай сарымсақты майдалап турап қосамыз. Осылай сүйегінен ажырап, былбырап тұрып пісуі қажет. Барлығын жақсылап майдалап турап аламыз. Енді ары қарай тарелкаңызды өзіңіз сәндесеңіз болады. Мен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп сәндедім. Осылай жартылай қылып салып аламыз да үстіне жаңағы қайнап тұрған сарымсақ қосылған сорпамызды құямыз да салқын жіберге 1 күнге жібереміз. Және де тағы да үлкен тарелкаға ет